Ассалаумағалейкум баршаге. Бүгінгі күніңіз қалай башланды? Ал біздердің бүгінгі күніміз азанғы завтракты таярлаудан башланды. Балаларым оқуға кетеді, соның үшін ерте тұрып завтракаларды таярлап жатырмын. Видеода көрсетілгендей етіп, 2 маек, аз ғана сүт, аз ғана су салып жақсылап араластырып аламыз. Ұн саламыз, колбаса саламыз, укроп бар болса салсаңыз мощный болады дәм енді. Сонымен қуыруды башладым. Балаларым оянаман дегенше мощный завтрак даярлап алайын деп сөйтіп мощный сочный етіп қуырмалап алдым. Күнде мәйек қуырып бере бергеннен арасында осындай етіп қуырып берсеңіз де балаларыңыз жақсы көріп жейді. Біріншіден тойымлы болады, екіншіден күнде мәйек қуырып бергеннен жақсы болады. Завтрагымыз дайын болды. Шайларымызды ішіп бола сала сразу кір жууға кірісіп кеттім. Киімдерді жуып алайын дедім. Себебі бүгінгі жұмысларымыз көп, соның үшін кір жууды да ертелеу башладым. Сонымен киімдерді жудым. Далаға жайып, енді не жұмыс істесем екен деп ойланып, киімдерді жайып тасладым. Одан кейін сразу осы жерге кіріп, осы бөлменің паласларын қағаман деп жүріп едім көптен бері. Бүгінге бұйырып тұрған екен, сонымен далаға шығып, осы жердің паласларын жайып қойдым. Хәмде осы жерді полларын жылтыратып жуып шығайын дедім. Полларымыз жылтырап мощный болып жатырыпты. Енді азыр уже обед уақыты да болып жатырыпты. Обедке не пісірсем екен деп ойланып тұрып, осы жерді сыпырып жуып алдым. Сонымен обед уақыты болды бізде. Ең аңсат ауқат білесіз, макарон қуырдақ. Соның үшін макарон қуырдақты башлап жібердім. Сонымен енді бізде обедкі ауқатымызда дайын болайын деп жатырыпты. Балаларымыз оқудан келсе жеп алатын боламыз. Обедлерді жеп алдық. Паласты қаққаннан кейін үстім бүлініп қалды. Соның үшін сразу үстімді алмастырып алып, басқа бөлмелерді де тазалауға кірісіп кеттім. Осы жерді де сыпырып алайын дедім, себебі балаларым осы бөлмеде жатады. Соның арасында жеңгем нан жаусуға көмекке шақырды. Сонымен нан жаууға кетіп қалдық. Соның арасында балалармен бірге ауқатланып алдық. Сол арада сағат уже 4-тен өтіп кетіпті. Сонымен кешкі ауқатты да ертелеу башлай берейін дедім. Сонымен кешкі ауқатты башлап жібердім. Видеода көрсетілгендей етіп пияз, помидор, чеснок, болгарский бұрыш һәммесін араластырып қуырып жатырмын. Мен һәмме затты бірден салып қуырғанды жақсы көремін. Соның үшін кешірменен картошкасын да салып қуырмалап жібердім. Көргеніңіздей мен бүгін машаба пісіріп жатырмын. Маш пен ловияны да сөйтіп салып қуырамын мен. Енді басқалар сорпасына салады. Әркім әр түрлі ұсылда пісіреді. Сонымен мощный сочный болып кешкі ауқатымызда қуырмаланып жатырыпты. Енді азыр үстіне су құйып, қайнатып қоямыз. Қайнағаннан кейін азғантай көпкілерін алып аламыз үстіндегі. Сонымен күрішін да салып аламыз. Енді күрішін салып жатырмын. Кешкі ауқатымыз да уже дайын болайын деп жатырыпты. Сонымен бізде кешкі ауқатымыз дайын болды. Менің бүгінгі күнім осылай өтті. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, кетің достар, мені қолдап қуатлаң.